ғұмырын құлшылықпен өткізіп, Алла Тағаланың разылығын табуды қалаған пенделер үшін ең қасиетті түн Қадір түні. Құр'аны кәрімде Қадір түнінің қадір қасиеті мен артықшылығын түсіндіретін Ләйләтул Қадр деген сүре бар. Қадір түнінің өзге түндерден, тіпті өзге күндер мен айлардан артықшылығы сол, ол түні жер бетіне періштелер түседі. Періштелер жердегі ізгі мұсылман құлдарға ең рақымдылардың рақымдысы ұлы Алла Тағаладан қайыр, береке мен мол жақсылық ала келеді. Хадис шәріпте Қадір түні жерге түсетін періштелердің саны жер бетіндегі майда тастардан да көп болады делінген. Тағы бір хадисте ол түнгі түскен көп періштелерге жердің беті тарлық етеді делінеді. Сондай-ақ осы түннің қадірлі болуының тағы бір мәні, бұл түнде қадірлі үмбеттің қадірлі пайғамбарына қасиетті Құр'ан түсті. Құр'ан кәрім мұсылмандар өміріне басшылық ететін, пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, тура жол мен адасудың аражігін ажыратып беретін қасиетті кітап. Моміндер үшін бұл кітап түскен түннің қадірі аса жоғары. Қадір түнін дұрыс пайдаланған адам 1000 айдан артық құлшылық еткен пенденің сауабындай үлкен нығметке бөленеді. Ләйләтул Қадр сүресінің аятында Ләйләтул Қадри хайрум мин әлфи шәһр. Қадір түні игілікте 1000 айдан хайырлы деген. Бұлайғы жұрт көп мән бере бермейтін бір жағдаятты айта келейік. Оның мәні әлде қайда тереңде жатыр. Бұны Қадір түнінде жасалған әрбір іс-әрекет, құлшылық өзге уақытта 1000 ай тоқтаусыз жасағаннан да артық деп түсінген жөн. Өйткені 1000 айымыз 86 жыл саналы ғұмыр кешкен адамның Аллаға шынайы беріліп, пенделік міндетін үнемі тоқтаусыз орындаған ізгі адамның өмірі секілді. Мысалы, бұл түнде Құран оқысақ, сауап молаяды. Басқа ізгі амалдарымызда сол секілді еселенеді. Ислам ғұламалары Қадір түнінде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, ризық несібесін, бақытын жазатындығын айтқан. Араб тілінде қадір және тағдыр сөздерінің бір екенін осыдан аңғарамыз. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл тағдырлар жазылатын түн дегенді білдіреді. Қадір түнінде Жебірейіл періште мен бүкіл періштелер жер бетіне түседі. Бұл туралы аталмыш сүреде баяны етілді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадри хайрун мин алфи шахр. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Періштелер мен рух түсіріледі. Мұндағы рух сөзі Жебірейіл періштеге тұжырымдап айтылған. Таң атқанша сәлем жалғасады. Адамның ізгі амалдарының сауабы еселеніп жазылады. Егер сол түнде ғапілдікпен, қандай да бір пендешілікпенен қателіктеріміз болса,
ол да керісінше еселенеді. Қасиетті түнде абзал амалдардың бірі Құран оқу. Құран адамзатты шексіз бақытқа жетелейтін, тура жол көрсететін қасиетті кітабымыз. Құран оқыған адамның бүкіл болмысы мен өзгергенін байқаймыз. Ішкі дүниесіне үңіліп қарайтын болсақ, оның рухани тазарғанын, жүріс тұрысының өзгергенін көреміз. Қасиетті кітапты оқу ең ұлы ғибадаттардың бірі және Аллаға жақындататын төте жол десек болады. Абу Умама риwayat еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран оқыңдар, ол қиямет күні иесіне шапағат етеді деген. Құранның бір кереметі сол адам өміріне керектінің барлығын осы кітаптан табады. Құранда адам атадан бастап келе жатқан адамзат тарихын, олардың әлеуметтік жағдайларын, өзара қарым-қатынасы мен табиғаттың үйлесімділігі барлығы дерлік қамтылған. Жаратылыстың дүниеге келгенге дейінгі, дүниеге келгеннен кейін оның тұрмыс тіршілігі және ақыретке барғанда оқыған Құран өзіне де, өзгеге де сауабы тоқтаусыз барып тұратын жағдайын суреттеген. Демек, ислам жолымен жүрудің ең дұрыс бағыты Құран сөзіне құрмет көрсету. Алла Тағала мүбәрәк Рамазан айында ұстаған оразамыз бен қасиетті қадір түнде жасаған құлшылықтарымызды, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Сүйікті отанымыз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіз еліміздің мәртебесі асқақтап, ынтымағымыз жарассын. Алла Тағаланың құт берекесі дари бергей. Әмин.